Өшіріп тастама, қосылып тыңдамайсың ба? Ғалияш ханым, кірдіңіз бе? Байланыстасыз ба бізбен? Құрметті қатысушылар, микрофонды өшіріп отырсақ, дауыстарыңыз қатты естіліп жатыр мына жақта. Уважаемые участники, отключите микрофон, пожалуйста. Я мен кірдім. Жақсы. Қайырлы күн, құрметті қатысушылар. Бүгін бізде сіздермен байланыста сіздерге шебер сабақ өткізетін бізде психолог ханым Ғалияш Көптілеуқызы. Бүгінгі таңда отбасы және балалар психологы, 23 жылдан астам тәжірибесі бар кәсіби психолог ханым сіздерге бүгін арнайы сабақ өткізетін болады. Ғалияш ханым, қош келдіңіз. Қош келдік. Бүгін мінекей аудиторияны көріп отырсыз. Бүгін бізде Жетісу облысы, Алматы облысы, Шығыс Қазақстан облысы және Абай облысынан оқушылар қатысып отыр. Байқаса бастауыш оқушылар да бар екен, жоғары сынып оқушылар да және де ұстаздар қауымы да қатысып отыр. Олай болса, бүгінгі сабағымызды бастайық. Сөз кезегі өзіңізде. Бастарының оқуларына емес, бастауыш сыныптардың оқушыларын бұл тақырып ауыр болады. Негізі, өйткені кеше 2 күннен бері осы тақырып жайында сөйлесіп жатырмыз, білесіз, негізі. Бұл жасөспірім балаларға және ересек адамдарға лайықты тақырып болғандықтан, мен бастауыш сыныптың бұл тақырыпқа қатысып отырғанына кішкене таңғалып отырмын, және қандай жағдайда қалай балалар қабылдар екен деген менде осы қазір бәлкім тақырыпты кішкене осы жалпы балалар қауымын арнайтындай қылып ыңғайластырсаңыз. Сіз жолда келе жатырсаңыз, үлкен ұзақ жолда, және сізге аяқ астынан айдалада басқа бір маршрутты көрсететін болса, сіз ешқандай геолокациясыз қалай қарай, мүлде білмеген жолмен қалай кетесіз. Тура сол секілді маған берілген тақырып бойынша, маған берілген жастардың жасы бойынша, жасына лайық бойынша мен тақырыпты дайындап отырмын. Әр жастың өзінің қабылдау деңгейі бар. Мен қазір тақырыпты өте жеңілдетіп жіберсем, бұл жасөспірімдерімізге қызық болмай қалады. Ал жасөспірімдерімізге лайық сөйлесетін болсам, балаларымыз түсінбей қалады. Сондықтан бұл жерде үлкен түсінбестік болып тұр. Сондықтан мен қазір экранды сөндіре тұрайын, жасқан сол жағын ойласыңыздар. Не экранның алдынан бұл тақырыпқа, бұл сабаққа мүмкіндігінше бастауыш балалар қатыспай ақ қойсын. Немесе жоспарды түгел өзгертуге тура келеді, бірақ басқа бір. Ойласып көріңіздер. Дұрысы бастауыштың балалары бұл сабаққа қатыспаған. Жақсы, былай істейік, құрметті ұстаздар қауымы, мына жерде біз тыңдап отқан мүмкіндік болса, бізде мынау семинар тренинг негізі жоғары сынып оқушылары арналған еді. Егер де төменгі сынып оқушылары болса, сіздер қатыспай қойсаңыздар болады. Және бізде мынау жоғары сынып оқушылары қатысса дұрыс болады бұл сабақтарға. Сондықтан егер бастауыш сыныптар болатын болса, шыға берсеңіздер рұқсат. Сұрақтар бар ма?
35-ші мектеп Өскемен қай сыныптың оқушылары? 47-ші мектеп 9-шы сыныптың оқушылары. 9-шы сынып 35-ші орта мектеп. Жақсы, жақсы. 47-ші мектеп 9-шы сынып. Жақсы, рахмет. Ғалияш ханым, осындасыз ба? Неге таптаныш болып қалды? Жасұлан, мен осындамын. Жаңа мәселені шешкен болсаңыздар. Иә, жақсы. Бізде ең төмен 9-шы сынып оқушылар қатысып отыр екен. Бастай берсеңіз болады. Өте жақсы. Құрметті қатысушылар, менің есімім Ғалияш Мақашева. Менің кәсіби маман екенім
осы әрекетімнен біліну керек, себебі мен алдында отырған жасөспірімдермен жұмыс істейін дедім. Және өздеріңіз қазір мен ақпараттарды берген уақытта неге бастауыштың балалары бұл жерде отырмасын дегенімнің, бұл мастер-классқа сабаққа қатыспасын дегенімнің себебін түсінесіздер. Маған о баста берілген ақпарат бойынша әскерге болашақ баратын жасөспірімдер, яғни жоғары сыныптың оқушылары қатысады деп айтқан. Мен өзімдегі материалды сол жастарымызға лайықтап дайындадым. Оның ішінде травмалар туралы айтылады. Ал ол травмаларды қорытатын сана деңгейі және қорытпайтын сана деңгейі бар. Бұл айтылатын сөздерде психологиялық. Мен балаларымызға әсіресе бастауыш сыныптың әлі жүйкесі қатаймаған балаларымызға, түсінігі қатаймаған балаларымызда ретро-травма салғым келмейді. Яғни кері травмалық әрекет жасағым келмеді. Сондықтан да мен жаңа ғана бастауыш сыныптың балалары экран алдында отырмасын дегенім сол. Рахмет. Сұрақтарыңыз бар ма осы жөнінде? Болмаса бірден бастап кетейік. Сұрақ жоқ. Жоқ, бастай беріңіз. Рахмет. Жақсы, рахмет. Сонымен басты тақырып сіздерде әскерге психологиялық дайындық. Бұл жерде қазір мен сұрақ қоямын. Топпен отыр екенсіздер аудиториямен. Аудитория камераның жанына бір адам әр аудиториядан келіп, бір аудиториядан бір адамнан жауап берсе болды әр сұраққа. Әскер сөзі сіз үшін не? Әскер дегенде, әскерге бару дегенде сіздің түсінігіңіз бірінші келеді ойыңызға. Жастар жауап берсе, ұстаздар бұл сұраққа жақсы жауап беретінін білем, жақсы түсінетінін білем. Маған осы жастар жауап берсе. Кім алдыға шығып, қол көтеріп, осы сұраққа жауап береді, өз ойын жеткізеді. Бір адам жеткілікті. Бұл кері байланыс болу үшін, сіздермен кері байланыс болу үшін сұрақ қойылып отыр. Иә. Жаслан бар ма жауап бергісі келіп жатырған жастар? Жоға, ешкім жоқ сияқты. Чатқа жазсаңыздар болады, құрметті. Жақсы. Иә, егер де мынау микрофон істемей жатыр, чатқа жазсаңыздар болады. Ойымызды ашық айта алмаймыз десеңіздер, чатқа жазсаңыздар болады. Әскер дегенде әдетте отанды қорғау дейсіздер, ал отанды кім қорғайды десеңіздер, отанды сүйетін адам қорғайды дейміз. Солай ғой, отан сүю, отанды қорғау, әскер деген сөзде әдетте. Енді қараңыздар, адам жалпы отанды да сүйе алмайды, отбасын да сүйе алмайды, бірінші кезек өзін сүюді үйренбесе. Ең бірінші өзін сүюді үйренеді, содан кейін бар ол отан сүюді үйренеді. Отан деген борышын өтеу, отанына деген борышын өтеу дейді әскер. Жақсы қабылданды ойыңыз. Бірінші болып ойыңыз жазып, батылдық танытқаныңызға рахмет. Енді келесі бір сұрақты қояйын. Әскерге барудың минусы. Яғни, неге көп жастар әскерге барудан қашады? Қарапайым сұрақ, және өте актуалды сұрақ. Бұған енді айтылатын шығарсыздар, көкейлеріңізде осы қазір внутренний импульстар, ішкі импульстарыңыз келіп қалғанды шығарып айтсаңыздар болады. Себебі дәл осы сіздер сұраққа жауап берсеңіздер, дәл осы сұрақ төңірегінде біз қазір әрі қарай жұмыс жасаймыз. Әскерге барудың минусы. Неге әскерден жастар қашады? Неге ата-ана жібергісі келмейді әскерге баласын? Қарапайым сұрақ. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? 5-ші мектептен Өскемен қаласы бойынша. Біздің ойымызша енді қазіргі заманда ақпараттық технологияның қатты дамуының әсерінен мына жаңалықтардың ашықтан ашық қоғамға тарап кетуінен жастардың бойында қорқыныш үрейдің туындауынан бірінші себеп деп ойлаймыз. Енді әскердегі неше түрлі дедовщиналар, әртүрлі келеңсіз жағдайлардың бәрі қоғам арасына тез тарап кетіп жатыр. Сондықтан жастарымыз қазір бірінші очеред әскер деген кезде қорқыныш бойларына пайда болады. Сіз ұстазсыз, е? Иә, мен ұстазбын.
Аха, есіміңіз? Елдар болады. Елдар, мен сізбен Елдар толық болады. келсем. Иә, Мгм. Елдар, мен сізбен толық келсем. Біздің мына камерамыз дұрыс. жақында- Кейін өшіріліп тұр, кешіресіздер ол жағынан. Жақсы. Елдар, мен сізбен толық келісемін. Шынымен де бәріміздің көкейіміздегі басты қорқынышымыз бұл самосохранение, яғни өзімізді сақтау. Ол жерге барған кезде дедовщинаға тап болу, таяқ жеу, немесе өмірлерін қиюға дейін барып жатқан, яғни өмірден кетіп жатқан, суицид жағдай болып отырған, немесе белгісіз жағдай болып отырған жағдайлар бар. Осы нәрселер біздің бойымызда қорқыныш ұялатады. Бір болған жағдай, барлық жылдар әскерде болып келе жатырған, әскерге барғаннан алып келе жатырған плюстарды жойып жібереді, жақсы нәрселерді. Әскерде күнделікті болып жатырған жаттығуларды, әскердегі әскерилердің еңбегін, немесе әскердегі сол қызмет жасап жатырған жастарымызды, әскери міндетін атқарып жатырған, олардың қаншама жасап жатқан еңбектері бәрі бір сәтте жойылып кетеді жаңағыдай жағдайлармен. Ондай болатын болса, әскерге сіз кім болып барасыз? Әсіресе осы жерде отырған ер жігіттеріміз. Мұқият тыңдаңыздар. Ол сіздер әскерге барасыздар, ол жерде аузын мынандай қылып, арыстандай қылып ашып тұрған айдаһарлар күтпейді сіздерді. Сол әскери ішіндегі адамдар күтеді. Иә, әскери тәртіп күтеді. Басқаша бір өмір күтеді. Бірақ сол жерде сіздердің, яғни әскерге барған жастардың ортасынан табылады агрессор да, құрбан да. Шыны керек. Бірақ қалай сіз әскерге барып агрессор, яғни өзіңіз агрессия көрсетуші, басынушы келбетіне кіресіз, немесе сіз құрбан келбетіне кіресіз? Міне осы жөнінде сөйлесеміз бүгін. Біз үнемі мына жақта жаман нәрсе бар айтатын болсақ, біз өзімізді еш жерден алып кете алмаймыз. Яғни біз қай жерге барсақ та өзімізді алып барамыз. Ол агрессорлар тек қана әскерде ғана емес, немесе құрбандар тек қана әскерде емес. Құрметті жастар, олар мектепте де бар, олар университетте бар, олар кәдімгі өмірде де бар. Бірақ әскерде ол айқын көрініп қалады. Себебі неде? Сол туралы сөйлесейік. Ең бірінші кезек, агрессор дегеніміз кім? Сіз әркім қазір өзін танып қалар, немесе айналасындағы жолдастарын таныр. Ең бірінші кезек әскерге барған уақытта, жаңағы дедовщина деген сылтауменен, немесе жалпы өзінен әлі күші, физически күші, немесе психологиялық күші әлсіздеу жігітті көрген кезде, оған бар өзінің теріс әрекеттерінің бәрін көрсеткісі келіп, ашуын шығарғысы келіп тұратын агрессор кім? Оның артында қандай жүк бар? Біз білеміз, біз бәрі өзіміздің отбасымыздан аламыз. Үлкен өтініш, ұстаздар, мен бүгін осы тақырыпта 3-ші күн бүкіл Қазақстан бойынша шығып отырмын. Сондықтан кішкене шаршау бар, бірімізге сыйластықпен қарайық және микрофонды сөндіріп қояйық. Үлкен өтініш. Басқа отырған аудитория, әрбір экранда қаншама адамнан отыр. Маған бұл оңай емес. Мен байқағанымда осы қазір мені 500-300 адам тыңдап отыр. Мен өзімнің ойымды сол кісілерге анық жеткізуім керек. Бірімізге сыйластықпен қарайық. Сонымен, тиран дегеніміз, яғни агрессор дегеніміз кім? Әскерге барғандағы жігіттің келбеті туралы сипаттайық. Оның арқасында өзінің отбасынан алып келген тәжірибесі тұр. Ол жайдан жай тиран немесе агрессор болып тұрған жоқ. Ол отбасындағы бірінші кезек тәрбиеден. Біз оны ешқайда алып тастай алмаймыз. Мысалы, қараңыздар, әскерге келген жігіт ашумен, агрессиямен өзінің қасын жанындағыларға тиісетін болса, оларды қорлайтын болса, оларды ұратын болса, оның көргені не? Мүмкін бірнеше вариантын айтып көрейік. Мүмкін оның өзінің әке шешесі де агрессиялық қарым-қатынас жасаған шығар оған. Үнемі оны ұрған шығар, боқтаған шығар, ызаландырған шығар. Оған қарым-қатынас өте қатты болған шығар. Оның ішіндегі ызасы, ашуы контейнерленіп кеудесіне жиналды да, ол мектепте, немесе әскерге барғанда, немесе қоғамдық ортада өзінің контейнерінің қақпағын өзінен әлсізге ашты. Көрсетті.
Яғни ол кеудесінде жинаған ашуды өзі кезінде жазықсыз құрбан болған болса, біреудің құрбаны. Енді өзіне ол құрбан тапты. Міне, бұл бірінші келбеті. Мен айтпаймын, агрессорлар, агрессиялық қарым-қатынас жасайтындар тек қана әскери солдаттардың арасында, әскерлердің ғана арасында болады деп. Әскери шенілердің де арасында болады ол. Сондықтан ойлану керек. Енді келесі. Мүмкін ол агрессор жігіттің тәрбиесінде агрессиялық қарым-қатынас оған болмаған шығар ата-анасынан. Бірақ гиперопека болған шығар. Гиперопека алақанға салып, төбесіне көтеріп, бәтеңкесінің бауына дейін байлап беріп тәрбиелеу. Бұл да кейде кері әсерін тигізеді сол жігітке. Себебі гиперопекада өздерінің балаларын ата-аналар көбіне өтірік мақтайды. Өтірік дәреже. Оның мықты болмаса да білімі мықты, күші мықты болмаса күші мықты. Ол керексің. Оның өзінің незаслуженный, яғни еңбегі сіңбеген мақтаулармен баласын көтеріп тастайды. Ал бала өзін агрессиялық қарым-қатынасын қатарластарына шығару арқылы жаңағы ата-анасының өзіне қойып берген өтірік мақтауына сәйкес болуға тырысады. Көрдіңіздер ме? Яғни өтірік мақтауға, өтірік атауға, сен күштісің, сен мықтысың дегенге сәйкес келу. Ал тағы біреуі агрессор қайдан келеді? Қандай отбасынан шыққан және ол кім? Мүмкін ол мүлде агрессивті ата-ананың қасынан да шықпаған шығар. Ол гиперопекалы ата-ананың да қасынан шықпаған шығар. Мүмкін ол немқұрайлы қарым-қатынас жасайтын ата-ананың қасынан шыққан шығар. Әке де, шеше де өз балаларымен бас қатырып, оны тыңдамайды, оны маңызсыз етпейді. Ең бастысы киімі бүтін ба, тамағы тоқ па болды. Үлкен өтініш, микрофонды өшіріп қойсаңыздар, Жасұлан, бақылаңызшы, өзіңіз түсіндіріп отырыңызшы. Жасұлан, естіп отырсыз ба? реттеп Менімен бірге жағаласып, әңгімелер айтылып жатыр. Безразличие. Яғни ата-ананың немқұрайлы қарым-қатынасы. Бұл жерде немқұрайлы қарым-қатынаста маңызсыз болғандықтан, ата-анасының жанында маңызсыз болған кейбір жігіттер мектепте, тағы да әскерде, немесе жалпы қоғамдық басқа жерлерде, университетте дейік, өзінің қатарластарына, психологиялық және физикалық жағынан әлсіз қатарластарына маңызды болуға тырысады. Өзінің маңыздылығын сол жерде көрсетуге тырысады. Мінекей, яғни сізге күш көрсететін, әлімжеттік көрсететін агрессор, жаңағы дедовщина дегеніңіз еш жерден шықпайды. Ол отбасылық бірінші кезде тәрбиеден шығады. Өкінішке орай, естімеген ересек аналар бұның себебін сырттан іздеуге тырысады. Мен балама не бердім? Баламның неге бойында агрессияға толы? Ол қайдан жиналды деп ойламайды. Осы жерде мен сіздерге бір мысал келтірейін. Монахтарды естеріңізге түсіріңіздер. Фильмдарды қарайтын болсаңыз, монахтар туралы бір мысал ғана. Қаншама ашуландырып, ызаландырып жатса, алдында тұрған ызалы адамның тілі де, оның жұдырығы да оны ашуландырмайды. Не деген эмоциясын бақылау, не деген шыдам деп ойлаймын. Әнде ол монахтың эмоциялық дәрежесі жоғарылығы, ол екінші өзін ызаландырып тұрған адамға аяныш болып тұрады. Себебі сіз алдыңызға келіп тұрған жігіттің, ызалы жігіттің, өзінің агрессиясын көрсетіп тұрған жігітуге, ұруға дайын тұратын жігіттің, агрессордың кеудесіндегі контейнерленген контейнері бір күнде толған жоқ. Ол қаншама жылдар бойы жиналды. Сол жиналған ызасын өзі сондай қорлық көрген. Өзі сондай ыза көрген. Немесе өзі жаңа мен айтқандай шектен тыс мақтау мен мадақтауға ие болған гиперопека. Немесе мүлдем білінбеген. Мінекей осындай өзін
көңіл толмаушылық, ыза сезімдері жыл бойы жиналғандықтан, ол шын мәніндегі күйі ол адамға сезінетін манақта, ол аяныш. Себебі агрессор адамдар, агрессор жігіттер әскердегі, олар тек қана әскерде өзінен психологиялық және физикалық әлсіз жігітті ғана күйретіп қоймайды. Ол бірінші кезек өзін күйретеді. Себебі ол өзінің агрессиясын көрсеткен сайын және өзінің деген істеткен сайын, оның ішінде кері сенімділік пайда болады. Менің әрекетім дұрыс екен деген. Сол әрекет арқылы ол әрі қарай өмір сүреді. Сол өзінің әрекетімен. Ол сол агрессиясын өзінің ең жақын шекарасы жақындары отбасына алып барады. Отбасындағы баласына, отбасындағы әйеліне. Ол сол агрессиясын жұмысына алып барады. Ол сол агрессиясын қоғамдық ортаға алып барады. Өзін өзі сол агрессия арқылы өзін самоутверждать етіп жүрген адам тоқтайды. Яғни зиянды өзіне келтіреді. Агрессиялы адаммен дос болуға да, араласуға да адамдар жақын болмайды. Яғни адам өзіне өзі кіресіп қояды. Сондықтан араларыңызда, егер сіздер жасөспірімсіздер, өзіңіздің ызаңызды көрсетуге дайын, үнемі біреуді мазақ қылуға дайын, кекесін мұқасын, жұдырық ала жүгіретін, ашуға берілетін жігіттер бар болсаңыздар, жастар, ойланыңыздар. Сіздің кеудеңіздегі контейнер қандай? Немесе сіздің арқаңыздағы жүк жаңағы айтқандардың қайсысы? Егер сізге ата-анаңыз дұрыс қарым-қатынас жасамаған болса, сіз оны әрі қарай жалғастырып кетуге міндет емессіз. Сіз ол шынжырды үзуге хақыңыз бар. Себебі жан дүниеңіз гармонияда болатын болса, сіз өзіңізге деген сыйластығыңыз өседі және қасыңыздағы адамдарға деген сыйластық өседі. Ал сыйластықпен өмір сүру әлдеқайда жеңілірек. Сыйластық болған сайын достық нығаяды. Достық болған сайын кез келген кезде взаимопомощь. Сіз жалғыз емессіз. Осы өте маңызды. Бұл әскерде де маңызды. Сіз әскерге бір-біріңізді сынау үшін бармайсыздар, бір-біріңізді ұру үшін, бір-біріңізді мұқату үшін бармайсыздар. Сіздердің басты мақсаттарыңыз қарулы, мықты әскерге айналу, өзіңізді сүю арқылы отанды сүюді үйрену. Егер мен болмасам деген, мына жердегі импульспен бару керексіздер. Егер мен барып біреуді ұрсам деген емес. Міне, дәл осы жерде біз осы жаңа агрессия видеосын көруім керек. Оны енді ұйымдарға дедовщина дейміз, басқа қайдан шығады және олардың көкейіндегі психологиясы қандай дегенге тоқталдық. Егер сіздерге қызық болған болса, аудиторияда отырған жастар, сіздер қолдарыңызды көтеріп кері байланыс білдірсеңіздер, ал құрбан қайдан шығады? Жертваның психикасы қандай, оның артында қандай жүк бар дегенді мен сіздерге жалғастыра аламын. Және оның ар жағында бұл агрессор рөліне кірмес үшін және құрбан рөліне кірмес үшін психологиялық қандай дайындық керек адамға дегенді, оны да сіздерге айтып бере аламын. Мен тыңдап отырған кезде түсінген шығарсыздар, бастауышты неге мен алып тастаған бастауыштың балалар. Бастауыштың балалар бұндай тақырыпты қорыта алмайды. Сіздердің өздеріңізге бұл тақырып ауыр, бірақ мен ойлаймын, қорытуға шамаларыңыз жетеді. Әрі қарай тыңдағымыз келді. Ал мен қазір 1, 2, 3 деп санаймын, жастар. Сіздер қолдарыңызды бір сәтте көтерсеңіздер, мен әрі қарай жалғастырамын. Өйткені сіздерге менің әңгімемнің жетуі және тыңдалуы менде сезу керекпін, білу керекпін. 1, 2, 3 кеттік. Егер сіздерге тақырып ұнап жатса, мен әрі қарай жалғастырамын. Тамаша. Қуаныштымын. Жалғастырайық енді әрі қарай. Екінші келбеті әскердегі әсіресе осы зардап шегетін, суицидқа барып жататын, немесе жаңағыдай ынжығасы түсіп, еңсесі езіліп өмірге қайта келетін, әскерге барам, отанымды қорғайым, форма кием, қару ұстауды үйренем деп жұлқынып барған жас жігіт еңсесі түсіп, психологиялық травма, физикалық травма алып қайтып келетіндігі неден көбіне? Тағы да ешқайдан. Негізі адам бір сәтте өзгеріп кетпейді. Негізі жауапкершілік, баланың жауапкершілігі,
баланың психикасының жауапкершілігі, баланың бойындағы мінезінің жауапкершілігі. Ол бәрі ата-анада. Бұл жерде де ең қызығы дәл сондай тәрбие. Бірінші кезек әскердегі құрбан кім? Бұл мүмкін агрессиялы ата-ананың баласы шығар. Оның сөзі тыңдалмайды, жап аузыңды, не айтып отырсың, өсіп кеттің ба? Онымен тек боқтау қарым-қатынасы, бас салып қол көтеру, тек айғайлау, жұмсаған кезде де. Ол ананың келбетінде де болуы мүмкін, постоянно айғайлап жүретін, ұрсып жүретін, ашуын алатын. Одан кейін бүкіл ашуын шығарып болғаннан кейін бар кешірім, ол кешірімнен не пайда? Әке келбетінде болуы мүмкін, ол әке ішуі мүмкін, ол әке сау болса да, ішіп келсе де жынын баласынан алуы мүмкін. Мысалға да, оны бала кішкентай кезден бастап көруі мүмкін, ондай агрессия. Ол кезде бала жұқа тері және қалың тері деп бөлеміз травма алғанда. Қалың терілер жаңағы алдыңғы айтатын агрессорлар, ал жұқа терілер құрбандар. Әке шешемнің маған осы қарым-қатынасы дұрыс екен деп қабылдап қалады. Егер ондай агрессиялық қарым-қатынас әсіресе кішкентай кезден бастап болса. Содан кейін әскерде де, мектепте де, университетте де, жалпы қоғамда да өзіне дауысы қаттырақ шыққан, агрессия көрсеткен адамды, мейлі ол қатар құрдасы болса да, ол тіпті денесі мықты, бірақ жүрегі қорқақ балалар бар ғой. Мінекей сол олар паттерн состояниесіне түседі. Паттерн дегеніміз есейген кезде де тіпті қорқып тұратындар бар. Бала кездегі, егер 10 жасында әкесі төпелеп ұрып тепкен болса, бірден айғайлап бетіп шыға келетін болса, ол бірден қорқып қалатын болса, есейіп тұрған кезде де ол тура сол состояниені қайталайды. Бұл психологиялық травма салдары, паттерн. Ол сол сәтте алдында өз агрессор жас жігітті көріп тұрған жоқ. Ол жас жігітті сырты көріп тұрған. Ал ол жігіт, жаңа қорқып тұрған құрбан, сол сәтте қорқып тұрған құрбан сол сәтте өзінің сол кішкентай кезіндегі өзіне агрессия көрсеткен әкесін автоматты түрде перенос жасап тұр. Бұл психологиялық деңгейде болады адамның санасында. Ол және бейсаналы түрде болады. Бейсаналы дегеніміз бессознательно адамның өзі түсінбей қалады, неге олай жасаған. Мінекей, сондықтан да біз отбасылық психологтар, ата-аналармен көп жұмыс істеп, олар балаларыңызға агрессияны көрсетпеңіздер, балаларыңыздың қателігін түзетуге көмек беріңіздер. Әрбір қателік мүмкіндік деп түсіндіретініміз сондықтан. Өздеріңіз көрген нәрсені триггер ретінде, яғни қайталау, бала кезде өз балаларыңызға қайталамаңыздар деп өтініш айтатынымыз сондықтан. Агрессивті қарым-қатынас егерде балаға жасалмаған болса, бірақ бала өте жуас немесе өте құрбан болуға дайын болатын болса, оның артындағы тәрбиесінде гиперопека да болуы мүмкін. Жаңағы айтқан, мен баламды ұрған жоқпын, алақаныма салып өсірдім, бәтеңкесінің бауына дейін өзім байлап беретін едім. Қолынан жетектеп мектепке кіргізіп, қолынан жетектеп алып шығатын едім. Бәріне көмектесетін едім, тіпті киім таңдауына да өзім бірге жүретін едім. Оқу таңдауына да деп айтатын ата-аналар бар. Неге менің балам осыншама осындай болды? Осыншама әлсіз болды, осыншама қорқақ болды, немесе осыншама құрбан болуға дайын. Бұның да себебі бар. Гиперопека шектен тыс. Біз үнемі айтатынымыз ата-аналарға баланың жас ерекшелігін сақтай отырып, өзіңізден жайлап сепарация жасап, яғни ажыратып беретіңіз. Есейгенге дейін баласының аузына тығып алақанында бүйтіп отыратын балалар, бәтеңкемнің бауын мен байлай алмаймын, мен өзіме сенбеймін, әке шешеме сенемін деп өседі. Яғни гиперопекадан шыққан кейбір балалар, жұқа тері балалар, неге құрбан болады? Себебі олар өздеріне сенбей өседі. Өздерінің сол тәрбиелеген ересектерге ғана сеніп өседі. Өкініштісі сол. Келесі, бұл безразличие. Яғни, бұл жерде қарым-қатынас, немқұрайлы қарым-қатынас. Немқұрайлы қарым-қатынаста қалай бала құрбан болады? Себебі бала еленбеген, ол ата-анасына маңызды емес. Ата-анасы өзінің басты қызметін ғана атқарады баламен. Қарнын тойдырады, киімін әпереді, болды, басқа саған не керек? Басымды қатырма, уақытым жоқ.
ол өзінің сол рөлін тікелей қабылдайды. Мен маңызды емеспін. Мен еш жерде және ешкімге маңызды емеспін. Яғни ол құрбан болуға дайын. Мінекей, осындай психологиялық багаж, яғни бала кезден алатын, ата-ананың тәрбиесінен алатын қарым-қатынастан біреудің рөлі құрбан болады, біреудің рөлі агрессор болады. Яғни біз өзімізді қай жерге барсақ та өзімізді алып барамыз дегеніміз сол. Ал егерде сіз бір жерде тұрып құрбан рөлде тұрсаңыз, сізге агрессия көрсетіп тұрған адам негізі сізден әлде қайда бақытсыз адам. Әлде қайда сізден әлсіз адам. Мысалға қараңыздаршы, әсіресе әскерлерде аяқ астынан бір жаңағыдай бір ерлік көрсететін сәттерде ешкімнен күтпеген жуас баладан ерлік шығуы мүмкін. Ал енді қоқаңдап жүрген жаңағы күшті бала бұрышқа тығылып қалуы мүмкін. Неге? Себебі бағана мен айтайын, бала қоқаңдап жүрген бұған бір өзінің бір рөліне сәйкес келіп жүрді ол. Немесе ішіндегі контейнерін шығарып жүрді. Ал оның шын келбеті басқа еді. Шын жағдайға келгенде ол өзінің шын келбетін көрсетеді. Немесе жаңағы жуас құрбан деген бала, ол да өзінің санасын жаңағы мен маңызды емеспін, немесе анау перенос жасап жүрді. Әкесін, немесе ағасын агрессия көрсеткен, жаңағы өзіне агрессия көрсететін адамға. Ол да сондай өзінің жалған рөлімен жүрді. Ал шын жағдай келген кезде, шын қауіп төнген кезде оның ерлік жасайтыны, ол шынайы оның рөлі. Мінекей, көрдіңіздер ме? Енді, құрметті жастар, сіздердің уақыттарыңызды үнемді пайдаланып, енді апай, мен араларыңызда біреулеріңіз өздеріңізді құрбан рөлінде көріп отырған шығарсыздар. Біреулеріңіз өздеріңізді агрессор рөлінде көріп отырған шығарсыздар. Бірақ мен өзіме мүмкіндік бергім келеді. Мен өзгергім келеді. Мен ешқандай агрессор да болғым келмейді, мен құрбан да болғым келмейді. Мен өзіме көңілім толатын, мен ешкімді ренжітпейтін, өзімді де ренжітпейтін, өмірге талпынатын, өмірдің бар қызығын алуға тырысатын мықты азамат немесе азаматша болғым келеді дейтіндеріңіз болса, ондай болса мен сіздерге қазір соның жолын үйретемін. Келістік пе? Қалай жасай аламыз? Жасұлан, маған сіздің көмегіңіз керек, е? Кешегі схема керек бізге. Осы жерде мен жаңа жастар, құрметті жастар, жүкті ата-аналарыңызға арттым. Сіздердің бойларыңызда жиналған барлығы ол тәрбиеден берілген нәрсе дедім. Одан біз қашып құтыла алмаймыз, ол шындық. Жалпы ол ата-ана тәрбиесі болуы мүмкін. Жалпы сіздердің осы бүгінгі күнге дейін, өскенге дейінгі сіздердің өмірлеріңізде араласқан ересек адамдардың тәрбиесі. Оның ішінде ата, әже, әке, аға, мұғалім, бәрі. Яғни бәрі жиналып бір қалыптастырады. Енді қараңыздар. Біз осы кезде ата-анамызға бойымызда агрессорлық пайда бар болса, тапсақ өз бойымыздан, немесе өз бойымыздан құрбандық тапсақ, ата-анамызға ренжуіміз мүмкін. Мен қазір сіздердің ата-анаңызды ақтап алғым келеді. Оған ақтап алуға себеп те бар. Білесіздер ме? Біз кеңес үкіметінің жастарымыз. Біздің кезімізде, сіздер партада кеңес үкіметі кезінде отырдық. Кеңес үкіметі кезінде 70 жыл бойы саясаттың, кеңес үкіметінің саясаты солай құрылды. Ешқандай да психология дамыған жоқ біздің елімізде. Себебі психологияны тану деген сөз, психологиялық адам сауатты болу деген сөз, ол өзін тану деген сөз. Ал өзін таныған адам өзімен жасалып жатырған дүниенің бәріне кейбір қарсыдан кейінгі 30 жылда мектептерде, балабақшалар, мектептерде пәндер қосылып, психологтар көбейіп, психологиялық сауаттылықты елдің көтеруге тырысып отырғаны сондықтан бұл тәуелсіздіктің жетістігі. Ал кеңес үкіметі кезінде өзін танитын адам керек емес болды. Ыңғайлы сол кездегі үкіметтің айтқанын ғана орындайтын адам керек болды. Сол саясатты ғана қабылдайтын. Сондықтан психология дамыған жоқ. Кеңес үкіметі адамның келбеті деген ғана келбет болды. Бізде ересектер, немесе біздің ата-аналарымыз өкінішке орай
балаға мынандай қарым-қатынасымнан травма салады екен дегенді білген жоқ. Немесе олар менің өзімнің бойымдағы травмамды қалай емдеймін дегенді де білген жоқ. Қазір елімізде психология дамып жатырғаннан кейін, практикалық психология дамып жатырғаннан кейін ғана ата-аналар жанталасып жүгіріп өздерін тәрбиелеуге тырысып жатыр. Бірақ қазір мінекей партада отырған жастар, сіздер қазір ата-аналарыңызға ренжитін болсаңыздар, 10 жылда сіздер де ата-ана боласыздар. Сіздердің ерліктеріңіз сол өз бойларыңыздағы қандай да бір кемшіліктеріңізді өздеріңіз жеңіп, ата-аналарыңызға түсіністікпен қарап, өйткені сіздерде мүмкіндік өте көп. Сіздер мүмкіндіктер заманында өмір сүріп жатырсыздар. Психологиялық, әсіресе сауаттылықты өздеріңізде көбейтетін заманда өмір сүріп жатырсыздар. Өздеріңіз сол әдетті қайталау, бұл сіздердің ерліктеріңіз. Мінекей. Сонымен бастайық. Жасұлан, бізге пирамидамыз керек. Жақсы, қазір. Жасұлан, экранға пирамиданы шығарсаңыз. Құрметті жастар, өздеріңізге қаламдарыңызды, қағаздарыңызды алып, қазір бірден экран көрсетілетін пирамиданы бірден сызып алсаңыздар болады. Мен бұл пирамиданы сіздерге бекер түсіндірмеймін, және бекер алған жоқ, көрсетіп келе жатқан жоқпын. Егер адам, менің әке-шешем маған мынандай травма салыпты деп ренжіп отыратын болса, ол адам ешқашан алдыға жылжымайды. Өйткені ешқандай ата-ана өзінің баласына жамандық жасайын демейді. Өзінің жан дүниесінде бір нәрсе жетпегеннен кейін бақытсыз болғандықтан ғана адам өзін жақсы көрмегендіктен немесе де өзінің жанындағыларға несі бар соны бере алады. Біреуді ренжітсеңіз аласыз. Бұл ата-аналарыңызға өмірге әкелгенде мынау ата-ана өзінің ашуын беріп отырған кезде, өзінің дұрыс емес қарым-қатынасын, әділетсіз сізге қарым-қатынасын беріп отырған кезде, ол ата-ана оны әдейі істемейді. Ол травмалы жағы бар. Адамның сау жағы және травмалы жағы. Ол сізге бейсаналы түрде, бейсаналы травмалы жағымен келіп. Көрдіңіз бе? Ал сіз травмалы жағын қабылдайтын травмалаған адам боласыз. Ал бірақ сіз білесіз, мен анамды жек көре алмаймын, келсе, егер ол ашуланбаса, сондай жақсы дейсіздер. Шынымен де ол жақсы. Өйткені ондай сәтте ол өзінің сау жағымен қарым-қатынас жасайды. Әрине, әттең біздің мемлекетімізде қазір психология жақсы дамып, ата-аналардың психологиялық сауаттылығын арттыратын мектептер көбейсе керемет болар еді. Ата-аналар ол кезде өздерінің жаңағы травмалы жағын емдеп, ең мықты, сіздердің ойларыңыздан шығатындай ең мықты ата-анаға айналар еді. Сіздердің араларыңызда мықты ата-аналардың балалары екендеріңізді, бар екен сондай балалардың, мен күмән келтірмеймін. Енді қараңыздар. Көп жастарда ата-анасына деген аяушылық бар, сезімі туады, бірақ ұқсағым келе ме десе жоқ дейді. Бұның себебі, бірақ қазір сіз солай айтып тұрғанмен, 20 жылдан кейін сіздің балаңыз да тура солай айтуы мүмкін, 25 жылдан кейін. Неге? Себебі отанды сүюде, отбасын сүюде оның түбі бар, бірінші кезек өзіңді сүю. Өзіңді сүюге үйрену. Егер адам мына алдарыңызда тұрған пирамиданы дұрыс толықтыратын болса, бұл өзін сүйгеннің белгісі, және айналасындағыларға осы өзіндегі барды. Бақыт бар ма кеудесінде? Бақытпен бөлісе алады. Бастайық. Адам, мен жаңа ғана айттым, бұл тақырыпқа, әскери патриоттық тақырыпқа және психологиялық дайындыққа бұның қандай қатысы бар? Бұл дәл осы пирамиданың тікелей қатысы бар. Мен сіздерге Бауыржан Момышұлы туралы айта аламын. Мен сіздерге қазір әскери жаңағы мықты бұрынғы әскер қолбасшылары туралы айта аламын. Немесе мен сіздерге өздеріңізге бір адамды үлгі қылып тұтып алып, соған ұқсауға тырысыңыздар дегенді айта аламын. Бірақ қанша жерден кімді өзіңізге көмек қылып алсаңыз да, өз бойыңыздағы кемшілікті өзгертпейінше, сіз ешкімді де қайталай алмайсыз. Ал дұрысы қайталамау, өз жолыңызды салу. Сонымен қараңыздар. Мына алдарыңызда тұрған 4 бөлікке бөлінген пирамида, бұл адамның энергия пирамидасы. Ең астында физикалық. Байқайсыздар ма? Физикалық адамның өмірінде көп бөлігін алады. Үлкен бөлігін алады, және ол фундаменті. Одан кейінгі эмоциялық энергия. Бұл да біраз бөлігін алады.
адамның өмірін. Ал одан кейін интеллектуалды, ең жоғарысында рухани. Қарасаңыздар, рухани даму ең биігінде тұр. Көп жағдайда қазіргі кезде не істейді? Физикалық жағын өзін дамытпайды. Олар өзінің энергиясын тек жұмсайды. Сабаққа барады келеді, жұмысқа барады келеді, немесе бір ұсақ дүниелермен айналысады да, не денсаулығымен айналыспайды, физикалық жаттығумен де айналыспайды, мысалға да дұрыс тамақтанбайды, ұйқы дұрыс емес, мысалға, бәрі бұзған. Содан кейін көңіл күйі дұрыс емес. Бірақ кеудедегі сезімдер, сезім мүшелері бір жақсы сезімдерді сезінгісі келеді. Сонда адамдар тұрады, не болса сонымен уақытын өткізіп алады. Себебі оның мына жерде кеудесі шынайы бір күлкісі келеді, қуанғысы келеді. Ол сезімді қайдан алатынын білмейді. Өйткені астындағы физикалық энергия жоқ. Ол жоқ жерде эмоционалды да өспейді ол адам энергия. Содан кейін кез келген нәрсемен уақытын өткізіп алады. Кейбір ата-аналар, ал енді қараңыздар, мына физикалық энергия жоқ, эмоциялық энергия адамның бойында жоқ, интеллектуалды энергияны алғысы келеді кейбіреулер. Мысалы, 10 сабақты сатып алады, немесе 10 үйірмеге жазылады, бірақ біреуін жарытып бармайды, немесе біреуін жарытып тыңдамайды. Себебі қазір араларыңызда да тыңдағыларыңыз келмей қисайып отырғандарыңызды мен түсінемін, кейбіреулеріңіз. Себебі физикалық даму жоқ сізде. Эмоционалды даму дұрыс емес. Интеллектуалды миды қосатын, ми белсенділігін қосатын, ойды алатындай дүниені тыңдау өте ауыр. Түсінемін. Мына қараңыздар, сыныптарыңызда кейде бір қатты оқитын балалар бар, жақсы оқиды, мықты оқиды олар, сабақ. Қарасаңыздар, олар бір басқа балалар сияқты күлмейді, жарқырап. Немесе олар бір жағдай нелерге билемейді, бір өзінің ортада бір керемет ашылып көрсете алмайды. Неге? Себебі пирамиданың қазір ауыстырып көріңіздер. Физикалық дамудан көрі ол балада интеллектуалды даму көбірек. Пирамиданың формасы өзгеріп кетеді. Көрдіңіздер ме? Ал пирамиданың формасы, энергия формасы өзгеріп кеткеннен кейін, әрине оның бойында күш қуат жоқта, ол эмоцияны дұрыс сезіне алмағандықтан, ол тек интеллектуалды алғандықтан, профессорларды білесіздер, шаштарды болып шашап жүреді. Сондықтан да адамның энергиясы дұрыс қалыптаспағандықтан сезімдерді сезіне алмайды, тез шашап қалатыны. Және тағы бір келбетті естеріңізге түсірейін. Қазіргі қоғамда дін жолына түскен адамдар көп. Бірақ мен психолог ретінде, кәсіби психолог ретінде ол нәрсеге анализ көзбен қараймын. Шүкіршілік деп қарай салмаймын. Себебі намаз бастайды, тастап кетеді. Мысалға, осындай адамдар өте көп. Неге? Себебі олар пирамиданы ауадан бастап құрғысы келеді. Ауадан. Пирамида ауадан ешқашан құрылмайды, оның фундаменті болмаса. Көп адам физикалық жағын өзін дамытпайды, эмоциялық жағынан өзін дамытпайды, интеллекттің оның ми белсенділігі қосылмағаннан кейін ол өзін дамыта алмайды, содан кейін Алладан сұрай береді. Алладан сұрай берем, бермейді де бірінші. Шын мәнінде, егер біздер мұсылманбыз деп ойласақ бәрімізді, біздің сенетіміз Алла болса, біз Құдайымызды мойындаған болсақ. Алла тағала бізге беріп қойды әлдеқашан. Бір ұлы күштің барын білеміз ғой. Мысалға, физикалық энергияны дамыту үшін бізге денені берді. Сезім, эмоциямызды дамыту үшін сезім мүшелерін берді. Интеллекттік энергиямызды дамыту үшін бізге ми берді. Біз егерде соның бәрін дұрыс пайдаланып, физически дұрыс дамып, энергиямызды жинап, эмоционалды дұрыс жинап, интеллектуалды дұрыс жинай болсақ, біз жоғары қарай көтеріліп, рухани дамуымыз ашылады. Сол кезде барып біз өзіміздің шын ризалығымызбен, шын алғысымызбен Алла таниямыз. Рухани даму сүрінде болады. Рухани дамудың ішінде ең басты, сол сіздер айтып отырған отанды сүю, патриоттық көзқарас. Міне, ең жоғары ол бізде тұрған нәрсе. Көрдіңіздер ме? Сондықтан, құрметті жастар, өздеріңіздің күнделікті істеріңізге мән беріңіздерші. Нешеде ұйықтайсыздар?
3-те, біреуіңіз 2-де, мысалға да, біреуіңіз таңғы 4-те. Ал білесіздер ме? Адамның ағзасында егер сіз сағат 11-де ұйықтап, таңертең 7-8-де тұратын болсаңыз, адамның 4 сағаты бойындағы физикалық метаболизмнің дұрыс айналатын кезі. Метаболизм деген беттеріңізде бедеу проблема ма? Немесе қыздарға ағу проблема ма? Жігіттерге дене етін жинау проблема ма? Тамақты қанша ішсем, спортқа қанша барсам да, кремді бетіме жақсам да бедеуі шығады, себебі ұйқы емес. Адамның ағзасы солай жаратылған. Сағат 11-де жатасыз, 11-де ұйықтаған ағзада сағат түнгі 3-ге дейін 4 сағат бойы метаболизм жүріп отырады. Яғни адамның ас қорыту жүйесі толық іске асады. Оны неден байқайсыздар? Жолда келе жатсаңыздар, бір жерде отырсаңыздар, сағат 2:30 мен 3-тің кезінде қатты қалғып кетіп, қайта оянасыздар. Осындай сәттер болады, биологиялық сағат сәті. Иә, сол кезде сіздің ағзаңыз мынау ас қорыту жүйесі әбден жұмысын бітірген кез, орындап. Егер осы уақытты өздеріңізге әдетке айналдырып, ерте жатып, таңертең ерте тұратын әдетке айналдырсаңыздар, тура 21 күннен кейін айнаға барып қараңыздар. Бұл ғажайып емес, бұл ағзаның ғажайыбы. Физикалық дамудың бір сыры осы. Google тәсемізді қосып, менің уақытым жоқ, іздеңіздер. Физикалық дамуды ең бірінші кезек пирамидамды қалай толтырам? Соны бірінші толық толтырсаңыздар, мінекей, одан кейін сіздерде эмоцияларыңыз көтеріледі. Эмоцияларыңыз көтерілсе, интеллекті көтеріледі сіздерде. Сол арқылы ғана сіздерде шынайы рухани даму болады, және отанға деген, отбасына деген, және өзіңізге деген сүйіспеншілігіңіз артады. Сол кезде сіз гармониялы, жаныңыз тыныш, өзіңізге көңіліңіз толатын жігіт немесе қыз боласыз. Сол кезде барып сіз жаныңыздағы құрбыңызды табаламайтын, таптамайтын, оған күлмейтін, оны мазақ етпейтін азамат немесе азаматшаға айналасыз. Немесе өзіңізді өзгелерден кем сезінетін құрбанға өзіңізді айналдырмайсыз. Мінекей, ең бастысы отанды сүю үшін де, отбасында сүю үшін қандай да бір ерлік жасау үшін ерлікті өзіңізден бастайсыз, өзіңізді жегуде. Құрметті жастар, мына пирамиданы өздеріңізге жазып алып, және бұның бекер емес екендігін байқасаңыздар, осы пирамиданы толықтыратын болсаңыздар, мен ойлаймын, сіздер біз арқасы дейтін болашақ нағыз азаматтар мен азаматшылар өзіңіздің патриоттарыңызды қоғамда жалпы өмірде көрсететін боласыздар. Кім тыңдап отырсыздар? Ал енді тыңдап болсаңыздар, тыңдадыңыздар ма? Ой түйдіңіздер ме? Жасұлан, қайдасыз? Жақсы, Пікір айтатын, ой рахмет айтатын Ғалияш кісілер ханым. болса? Ғалияш ханым өзінің сұрақ қоятын. иә, сабағын аяқтады. Егер де сұрақтарыңыз болса, пікір білдірем дейтін жандар болса, ашық микрофон айдары. Қысылмай, Ғалияш ханым, сіздің даусыңыз үзіліп жатыр маған. Келіспеушіліктеріңіз болса айтыңыздар, келіспеушіліктеріңіз болса айтыңыздар. Ойларыңыз, әр адамның пікірі маңызды, ойларыңыз толық қабылданады. Бүгінгі мына семинарға көп рахмет ұйымдастырушыларға, әрине сізге, психолог ханым, өте тамаша сізбен бір жақсы бір сабақ алдық. Айтқан ойыңыз, келтірген дәлелдеріңіздің барлығы жақсы, ұғынықты болды бізге. Рахмет сізге, іске сәт, ары қарай жұмысыңызға табыс тілейміз. Осы сияқты жастарға деген көзқарасыңыз, жастарға бағытталған жұмысыңыз алға баса берсін дегім келеді. Рахмет сізге көптен көп. Рахмет сіздерге. Ең бастысы, психологиялық дайындық дегенді біз психологиялық кітаптарды оқып алудан, немесе мотивация қайталаудан, аффирмация қайталаудан деп ойлаймыз. Тән мен жан үнемі үйлесімде болу керек, құрметті жастар. Тәнді бірінші дамыту керек. Тән дамыған сайын жанда қалыпты жағдай болады, яғни эмоциямыз дамиды. Сондықтан осы нәрсені мән берейік. Денеміз сау болмай тұрып, эмоциямыз дұрыс болмай тұрып, білім алу мүмкін емес. Ал оның бәрі қалыпта болмай тұрып, рухани бір нәрсені жоғары қою, биік қою, оны қадірлеу мүмкін емес. Тағы айтатындарыңыз болса, айтыңыздар, содан кейін мен экран сөндірейін.
Иә, пікір білдірем деушілер бар ма тағы да? Пікірлеріңіз болса жазсаңыздар болады. Иә, мына чатқа жазыңыздар немесе микрофон Бір-екі адамның қосып пікірін айтсаңыздар тыңдап, сонымен тоқтатуға болады. Жоқ па ешкім сөйлем деушілер? Жақсы, Жаслан. Иә. Жақсы. Рахмет Иә. деп жазып жатыр чатқа. Жақсы Ғалияшқан, көп рахмет. Құрмет қатысушылар, сіздерге де рахмет. Жалпы бүгінгі сабақ бұл мынау әскерде ойысқан жағдай, жалпы тек қана бір жеке адамның мәселесі емес, қоғамның мәселесі, оның ішінде оның барлығына отбасыдағы тәрбиеден басталады және адамды өзін-өзі тәрбиелеуден басталатындығы баршаңызға түсінікті болды деген ойдамыз. Қатысқандарыңызға көптен көп рахмет. Жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар, аман болыңыздар. Өздеріңіз сақтаңыздар. Жақсы, рахмет болыңыз. Ғалияш ханым. Сау болыңыздар.